Сүлейменова ханым, өзіңізге қояйын деп тұрмын. Жалпы енді осы қабылданған заңдардың, қол қойылған заңдардың негізгі ерекшеліктері туралы айтып берсеңіз. Бұл жерде басты ерекшеліктер жалпы қоғамдағы кез келген құқық бұзушылыққа байланысты жаза күшейтілетін болады. Оның ішінде тұрмыстық зорлық-зомбылыққа жиі тап болатын, қоғамның ең осал тобы саналатын әйелдер мен балалардың құқығын қорғауға бағытталған нормалар қарастырылған. Сонымен қатар бұл тек қана әйел мен баланың құқығы емес, жалпы денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтірген үшін немесе ұрып соққан баптарына тап болған Қазақстанның кез келген азаматтарын шын айтқанда қорғайтын, қолдайтын заңдар. Және бұдан бөлек бұл жерде әлеуметтік, құқықтық, отбасылық саясатты жетілдіруге бағытталған нормалар қарастырылып отыр. Ең бірінші бұл жерде бұған дейін 2017 жылдан бастап денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіру бабы және ұрып соғу бабы бұл әкімшілік құқық бұзушылық кодексте болды. Бүгінгі таңдағы қабылданған және мемлекет басшысы қол қойған заңдардағы басты өзгешелік осы екі бап қылмыстық кодексте енгізіліп отыр, сәйкесінше криминализацияланып отыр. Денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіру және ұрып соғу баптары. Неге? Өйткені тұрмыстық зорлық-зомбылықтағы кез келген қарапайым кекілжін, қарапайым қоқан-лоққы, ол сол ұрып соғуға алып келеді. Ұрып соғуға алып келгеннен кейін бұл әрине денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіруге алып соғады. Және де отбасындағы, тұрмыстағы осы зорлық-зомбылықтар бұл негізі латентті басталады. Егер бұны тоқтатпаса, егер дер кезінде шара қолданбаса, онда бұл эскалацияға баратын, шын айтқанда, қылмыстар. Яғни соңы өлімге алып келетін қылмыстар. Сондықтан да әлемдік деңгейде бұған қатысты зерттеулер бар. Соңғы 6 жылда Қазақстанда тұрмыстық зорлық-зомбылыққа жалпы азаматтарымыздың құқықтарын бұзған фактілер 3 есеге дейін көбейген. Бұл әлемде де статистика, сондықтан да әлемдегі 155 мемлекеттер өздерінің заңдарындағы жазаны қатаңдатқан. Біздің заңдар тек қана жазаны қатаңдатып қоймайды. Бұл жерде алдын алуға байланысты, болдырмауға байланысты көптеген жаңа нормалар қарастырылып отыр. Бұл мысалы сот қажет деп тапқан жағдайда агрессорға психологиялық көмек көрсету, сонымен қатарына жабық интернаттық мекемелерге ескертусіз мемлекеттік бақылауды жүргізу. Бұл жерде меншікпен жаңағыдай меншік нысанына немесе тағы да басқа нысанға байланысты емес, сол жерге барып мемлекеттік бақылау жүргізу мәселелері. Жазғы сауықтыру, білім беру орталықтарына міндетті лицензиялар енгізу, балалардың әлеуметтік медициналық орталықтарына міндетті лицензиялар енгізу. Енді балалар үшін және әйелдеріміз үшін, жалпы азаматтарымыз үшін өте қажетті бүгінгі таңда қауіпсіз құқықтық қоғам құру мәселесінде өте қажетті қоғамның сұранысындағы нормалар қабылданды. Жақсы. Онда біз келесі сұрағымызды Ерлан Жампейісов мырза, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының ресми өкіліне қояйық деп тұрмыз. Жалпы қабылданған жаңа заңда қылмыстық заңнамаға енгізілетін негізгі түзетулер қандай? Жалпы қабылданған заң төңірегінде қылмыстық кодекске келесі түзетулер енгізілді, аса маңызды түзетулер. Тікелей тоқталатын болсақ, бұл біріншіден жаңағыдай заңда адамдардың кәмелетке толмағандарға қатысты зорлық-зомбылыққа байланысты қылмыстар жасау кезінде неғұрлым жеңіл жаза тағайындауға тыйым салынды. Сонымен қатар, денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру, денсаулыққа орташа ауырлықтағы зиян келтіруге бағытталған іс-әрекеттер үшін бас бостандығынан шектеу түріндегі балама жаза алынып тасталып, бұған тек қана бас бостандығынан айыру түріндегі жаза белгіленетін болады. Сонымен қатар. Оның мерзімдері бар ма? Әрине. Мерзімдеріне тоқталып өтсеңіз. Мерзімдеріне нақты тоқталып кететін болсақ, 3 жылдан 8 жылға дейін орташа. Жоқ, ауыр деңгейдегі жаза үшін 3 жылдан 8 жылға дейін, ал орташа жаза үшін, орташа қылмыс үшін, орташа зиян келтіру үшін бұл 2 жылға дейін бас бостандығынан айыру. Жақсы. Сонымен қатар маңызды түзетулердің бірі, бұл Қазақстан Республика қолданыстағы нормаларында көзделген басқа да баламалы жазалау шараларын алып тастау жолымен жас адамды өлтіргені, жас жігітке қатысты зорлау жасағаны және кәмелетке толмағанға қатысты жыныстық сипаттағы зорлық-зомбылық жасаған үшін өмір бойына бас бостандығынан айыру түріндегі жаза белгіленеді.
Және де жаңадан қабылданған түзетулер, ол мысалы айтатын болсақ, 16 жасқа толмаған адамға сексуалдық тиісу үшін жаңадан бап көзделген. Яғни қылмыстық жауапкершілік көзделген. Осындай. Және де депутат ханым айтып кеткендей, кезінде қылмыстық кодексте көзделген 2 бап, ол біріншісі жаңағы денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіру мен екінші бап ұрып соғу баптары қайтып аударылды қылмыстық кодекске. Яғни бұған дейін егер олар үшін әкімшілік жаза тағайындайтын болса, қазіргі кезде олар үшін қылмыстық жаза тағайындалатын болады. Жақсы. Енді осы балаларға қатысты мәселелерді де жан-жақты бір талқылап өтсек, одан кейін ары қарай әйелдерді құқығын қорғау мәселесіне де кеңірек тоқталатын боламыз. Қазір біздің хабарымызға қатысып тұрған Еділ Оспан мырза жалпы осы балалардың құқықтарын қорғауға қатысты қандай мәселелер осы заңда қамтылған? Қандай жаңа өзгешеліктер бар? Рахмет. Бұл заң балалардың құқықтарын қорғау саласында прогрессивті өте үлкен нормаларға ие. Оның ішінде алдын алу шаралары көбіне қолданылып отыр. Атап айтатын болсақ, мектепішілік есеп енгізіліп отыр. Мектепішілік есеп деген қазір мектептерде мінез құлқында өзгерістер бар балаларды арнайы мектептер есепке алып, оларға психологиялық және жан-жақты қолдау көрсетуді қамтамасыз ететін болады. Және осы қолдауды жүзеге асыратын психологиялық орталықтарға деген қажеттілік өте үлкен. Осы заңның аясында біз жергілікті әкімдерге, облыс әкімдеріне, қала әкімдеріне осындай орталықтарды құру бойынша құзырет беріп отырмыз. Және осы орталықтардың негізгі міндеттерін, жұмыс бағыттарын айқындап отырмыз. Одан бөлек елімізде 2020 жылдан бері сәтті іске асырылып келе жатқан үлкен институт, ол балалардың құқықтарын қорғау саласындағы өңірлік өкілдер. Бұл өкілдер өзінің тиімділігін көрсетті. Осы заңның аясында бірінші рет осы аймақтық балалар құқықтары өкілдерінің құқықтық статусы бекітіліп, олардың тағайындалу мен функциялары анықталып отыр. Бұдан бөлек тағы бір прогрессивті норма ретінде мынау қоғамда қазір кең таралып әңгіме болып жүрген буллинг мәселесіне қатысты алғаш рет әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне буллингті құқық бұзушылық түрі ретінде кіргізіп отырмыз. Бұл жерде нақты айтуымыз керек, буллингті жасаған үшін балалардың ата-аналарына жауапкершілік белгіленіп отыр. Енді бұл арада буллинг деген мәселе енді өзекті екендігі белгілі. Бұл әлеуметтік желілерде, ақпарат құралдарында да, мына балабақшалардағы кейбір тәрбиешілердің балаларға көрсетіп жататын ұрып соғу әрекеттері деген сияқты бір буллингтік әрекеттерде кейде тіркеліп жатады. Осындай мысалы мұғалімдерге де, тәрбиешілерге де жаза қолдану қарастырылған ба? Әрине, ол қолданыстағы заңда біздің кез келген тек қана білім саласында емес, барлық мемлекеттік азаматтық қызметшілердің балаларға құқықтарын қорғау саласында арнайы жауапкершіліктері бар. Осы заңның аясында біз мынау ата-аналардың жауапкершілігіне де ерекше назар аударып отырмыз. Бұрын ата-аналар балаларды тәрбиелеуге, білім беруге және оларды қорғауға жауап беретін болса, енді олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге де жауап беретін болады. Осындай норма қосылып отыр. Себебі неде? Бүгін көптеген статистикалық деректерді қарап отырсақ, көптеген балаларға деген қауіп-қатер үй жағдайында мына тиісті жауапкершіліктің болмауы тарапынан ата-аналар мен оның жақын туыстарының арасында мына суға кету, терезеден құлау деген сияқты фактілер, күйіп қалу, ожог және құлаудың басқа түрлерінен де көптеген зақымдар алып жатыр. Осы бағытта мына ата-аналардың жауапкершілігін арттыру мақсатында осындай жауапкершілікті біз қосып отырмыз. Осы заңның аясында. Оларда сонда айыппұл салына ма ата-аналарға? Әрине, егер де дұрыс қарамаған үшін, қауіпсіздікті сақтамаған үшін. Бұл енді заңның жобасын, заңды талқылаған кезде жаңа осындағы сарапшылар да айтып өтті. Алдын алу норма. Кез келген санкция ол қоғамда жаңа мәдениетті қалыптастырудың негізгі құралының біреуі. Біз бұл жерде жаппай адамдарды жазалау мақсат қойып отқан жоқпыз. Яғни оның жауапкершілікті талап ететін үлкен жауапкершілік екендігін заңмен белгіленген таныта отырып, азаматтарды осындай салаларға, балаларға, олардың қауіпсіздігіне ерекше назар аударуға шақырып отырмыз. Жақсы. Жұлдыз ханым, тағы бір нәрсені сұрай кетейін. Мысалға, ата-аналар тарапынан да кейде балаларды ұрып соғу әрекеттерде болып жататындығы белгілі ғой. Осыған байланысты қандай бір шектеулер қойылған осы заң жобасында?
Енді негізі бұл ұрып соғу және ата-ана мен баланың арасындағы осы ұрып соғуға байланысты көп талқыланған тақырып. Парламентте де осы қызу талқыланды. Қызу талқыланды, бірақ біз бүгін 21 ғасырдамыз, сондықтан да мемлекеттегі мына құқықтық ландшафт, шын айтқанда жаңа деңгейге, жаңа серпіліске ауысып жатқандығын біз мойындауымыз қажет. Ата-ананың өзінің баласының болашағына алаңдап, баласының болашағына тәрбие мақсатымен былай қарағанда әкенің сұсы деп айтады ғой. Сондай тұрғыдан тәрбиелік мақсатта болса, оның ара жігін ажырату қажеттігін біз жақсы түсініп отырмыз. Бірақ дегенмен баланы ұруға үзілді кесілді қоғам қарсы болу қажет. Әрине. Сондықтан да енді ұрып соғып жаңағыдай күш көрсету емес, балаға жалпы психологиялық болсын, тәлім тәрбие беріп, дұрыс бағыттағы тәрбиеге біз көшуіміз қажет деп ойлаймыз. Қазіргі ұрпақ ол ұрып соққанды көтеретін ұрпақ емес, өздеріңіз білесіздер. Сондықтан да енді ұрып соғудың уақыты өтті. Біз енді қанша дегенмен бұны айтып келеміз, бірақ дегенмен енді дәл осындай ұрып соғуға қатысты қылмыстық құқық бұзушылық деп танылатын болады. Сондықтан да ұрып соғу бабына байланысты балаларды ұрып соғып тәрбиелеу енді ол келмеске кетеді. Жақсы. Енді келесі сұрағымды мен заңгер Аржан Садуақасов мырзаға қояйын деп тұрмын. Жалпы енді осы заңды талқылау барысында, мысалға мына Астанада түрлі оқиғалар болғандығы белгілі. Мына қыстың кезінде көліктерден балаларды, кәмелетке толмаған балаларды шығарып тастау, аялдамаларға тастап кету деген сияқты оқиғалар көп тіркелгеннен кейін, енді бұған да осы заңда реттеу тетігі қарастырылған екен. Енді шектеу қойылады, көлікпен қысты күндері, әсіресе өте біздің Астанадағы ауа райының жағдайын білесіздер, сондықтан да ондай жағдайда балаларды осындай көліктерден шығарып тастау, бұл енді жақсы үрдіс емес екенін қоғам бұған наразылығын білдірген болатын, сондықтан да осы мәселені реттеу осы заңда қарастырылған екен. Бұған байланысты сіздің пікіріңізді естісек. Пікірімді тек қана бұған байланысты емес, басқа да заңнаманың өзгерістеріне айтып кетейін. Қазір таңда естідім, осы біздің билік өкілдерінің айтқан керемет бір ноу-хау ойлап тапқандай. Біріншіден біз қарау керек, біз не себепті бұны басында декриминализация жасады. То есть неге қылмыстық заңнамадан қайтадан әкімшілікке аударды. Біз қайтадан қазір әкімшілік құқық бұзушылық санатынан қылмыстық құқық бұзушылық санатына өткіздік. Соны біз түсініп алу керек не үшін? Себебі сотталушылардың саны осындай қылмыс үшін көбейіп кетті. Содан кейін тағы да бір мәселелер болды. Сол мәселелер болғандықтан бұны декриминализация жасады. То есть қылмыстық құқық бұзушылықтан әкімшілік құқық бұзушылыққа өткізді. Екіншіден, бізде заңнама жазылады. Бұған дейін де бізде көптеген жауапкершіліктер болған. Адамның денсаулығына зиян келтірген үшін, кәмелетке толмағандарға байланысты, үлкен азаматтарға байланысты. Бірақ қазіргі таңда өкініштісі, мысалы заң жазылады, бірақ оны қолдану, оны іске асыру өте төмен деңгейде. То есть, мысалға, мен өзімде неше түрлі мысалдар келтіріп бере аламын. Мен өзім өндірісімде де бірнеше іс бар. Өз әкесі, мысалы, өз баласын зорлаған 6 жастағы баласын. Оны, мысалға, полиция, прокуратурамен қосылып істі қысқартып тастады, мысалға. Допрос болды, басқасы болды, дәлелдемелер бар, дегенмен де, мысалы, істі қысқартып тастады. Ондай фактілер көп. Заңның қабылдансын, басқа да заңды өзгертсін, бәрібір де бұл мысалға тұрмыстық зорлық-зомбылықты мысалы азайтпайды. Кәмелетке толмағандарға байланысты олардың құқықтарын бұзуды азайтпайды. Ал сіз айтып өткен автобусқа байланысты заң құқық шығармашылық мен де өзім түсінемін, неге заңгер ретінде білемін. Бірақ ондай болатын болса, біз кез келген адамның іс-әрекетіне байланысты заңнама шығара беру керекпіз ғой онда. Автобустан шығарма, автобусқа кіргізбе, тиынды ақшасын төлемесі, бүйту керек, сөйту. Кез келген іс-әрекетті онда біз заңдастыру керекпіз. Сондай болып тұрды. Бұл жерде менің ойымша кішкене популистік заңнама болып тұр. Неге десеңіз, себебі қоғам соны талап етті. Қоғамның сондай бір несін қанағаттандыру мақсатында ешқандай да бір аналитика дұрыс болмаған деп есептеймін. Соны бірақ қоғам не талап етті, соны жазып беріп, заңдастырып өткізді. Менің пікірім осындай. Жақсы, Жұлдыз ханым айтар мен бұнымен мүлдем келіспеймін. Өйткені заңгер ретінде, құқық қорғаушы ретінде өзінің өндірісінде осындай істер болса, онда бұл заңның нормаларымен түгел танысқаннан кейін бұл заңды қолдайды деп ойлаймын. Біріншіден, автобусқа түсіруге байланысты. Бізде
жартыдан астам өңірлерімізде қыс 5-6 айдың жүзінде болады. Иә. Бүгінгі таңда 16 жасқа дейінгі, 16 жасқа толмаған балаларды қоғамдық көліктерден мәжбүрлеп түсіріп кетуге тыйым салатын норманы енгізіп отырмыз. Жоқ, қанша сондай факт қанша рет болды? Әкімшілік құқық бұзушылық мен сізді аяғына дейін тыңдадым, сіз де мен аяғына дейін тыңдаңыз. Әкімшілік құқық бұзушылық жаңағыдай кодексында 16 жасқа толмаған балаларды мысалы төленбеген үшін ата-аналардың жауапкершілігі бүгінгі таңда қарастырылғандығын атап өткіміз келеді. Сондықтан да біз осы заң жобасы арқылы жалпы сәйкестендіргендігімізді атап өткім келеді. Аталған норма бала құқықтары жөніндегі уәкіл Динара Закиеваның негізгі ұсынысы бойынша әзірленді. Өйткені негізі былтыр оның алдындағы жылы мысалы мәжбүрлеп балаларды қыстың күні болсын, жалпы мына 18:00-ден кейінгі уақытта қоғамдық көліктен мәжбүрлеп түсіп кеткеннен кейін мысалы балалардың денсаулығына зиян келген фактілер бар, немесе ол балаларды зорлап кеткен фактілер кездесті. Сондықтан да алдағы уақытта осындай фактілер орын алмас үшін осы норма енгізіліп отыр. Негізі енді бұл жерде біраз қалалардағы қоғамдық көлікке қатысты мәселе аналитикаға түсті. Бүгінгі таңда оңай секілді тағы да басқа жүйелер жұмыс жасайды. Сол жүйенің аясында негізі балалардың жалпы төлемеуі немесе жеңілдіктермен төлену мәселесі қарастырылған. Сондықтан да бұл мәселе шешілгендігін атап өткіміз келеді. Ал енді заңнамаға байланысты, әкімшілік құқық бұзушылыққа енгізу, енді ол жаңа айтып отыр ғой, декриминализацияға байланысты. Бүгінгі таңда аналитика бар. Соңғы 6 жылда балалар мен аналарымызға, әйелдерімізге жасалған құқық бұзушылық қылмыстардың саны 3 есеге артқан. Тек қана 2023 жылдың 11 айының ресми статистикасын қарайтын болсақ, осы тұрмыстық зорлық зомбылықпен әрбір өңірде ішкі істер департаментіне күніге 300-ден астам өтініш келіп түскен. Егер біз бұны 365 күнге көбейтетін болсақ, ол үлкен статистиканы қамтиды. Бірақ дегенмен әкімшілік құқық бұзушылық өтініштері келіп түскен ол 53 мың, ресми 2023 жылдың 11 айының статистикасы. Соның ішінде 819 қылмыстық іс қозғалған. Яғни осының барлығы бұл популистік емес, бұл шынайы пісіп жетілген нормалар деп білеміз. Мемлекет басшысы 2019 жылдан бастап жалпы әйелдердің құқықтары, тұрмыстық зорлық зомбылықты болдырмауға байланысты 6 рет өзінің жолдауында, одан бөлек ұлттық құрылтай, оның алдындағы ұлттық қоғамдық сенім кеңесінде де бұл мәселелерді жүйелі ұсыныстарын айтқан. Негізі 2022 жылдан бастап бізде қазіргі таңда мысалы жәбірленушінің арызынсыз көршінің немесе видео айғақ негізінде жалпы іс қозғала береді. Сонымен қатар бір рет тараптар соттың алдында татуласқаннан кейін екінші, үшінші мәрте татуласуға жол берілмейді. Сонымен қатар үшінші қабылданған норма бұл әйел полицейлердің пилоттық жобалары. Сондықтан да бұл енді кезең-кезеңмен жүзеге асырылып келген жобалар. Мына біздің күні кеше мемлекет басшысы қол қойған заңдар жалпы осы 2019 жылдан бастап елімізде қайта-қайта айтылып келген, сарапшыларымыз қайта-қайта көтеріп, соңғы кезеңде резонансты оқиғалардың жол берілмес үшін қабылданған нақты қорытынды нормалар деп білеміз. Ол жерде енді қылмыстық кодекске байланысты үлкен мәселелер қабылданды, және де әкімшілік құқық бұзушылық кодексында да біраз мәселелер қаралды. Жалпы 15 заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Оның ішінде неке және отбасы туралы кодекске де үлкен өзгерістер енгізгендігін атап өткіміз келеді. Бұл заң жалпы бүгінгі таңдағы қоғамның сұранысы және жалпы құқық қорғау органдары құзыретті, сонымен қатар мемлекеттік орталық органдар, жалпы қоғам өзі тұрмыстық зорлық зомбылыққа мүлдем төзбеушілік мәдениетін орнықтыру аясындағы менің ойымша бір ортақ диалогтың нақты нышаны деп білемін. Жақсы. Қазір мен бір сұрақ қоя кетейін. Жалпы осында балалар мәселесіне байланысты білім беру ұйымдары кәмелетке толмағандар жасаған немесе оларға қатысты жасалған заңға қайшы әрекеттер туралы құқық қорғау органдарына дереу хабарлауға міндетті дегенде бір норма енгізілген екен. Осыған да тоқтала кетсеңіз, бұл енді тікелей мектептерге, білім беру ұйымдарына қатысты. Иә, осындай норма енгізіліп отыр. Бұрын сонда ондай болмаған ба? Бұрын жалпы білім беру ұйымдарының кез келген құқық бұзушылықты хабарлау туралы міндеттемелері бар, бірақ заң деңгейінде ол бекітіліп отыр.
және бұл осы заңның аясында жасалып жатқан, жалпы мемлекетімізде жасалып жатқан балалардың құқықтарын қорғау саласындағы механизмдердің бір бөлігі. Өзіңіз білесіз, 111 ақпарат желісі құрылды. Осы жедел ақпарат желісінің аясында жүргізіліп жатқан жұмыстардың аясында кез келген балалардың құқықтарын құқық бұзушылық міндетті түрде осы 111 арқылы барлық мемлекеттік органдарға, оның ішінде денсаулық сақтау, ішкі істер министрліктеріне де хабарланады. Сонымен барлық мемлекеттік органдар бірлесіп осы балаға немесе отбасыға көмектесудің механизмі жүзеге асады. Жақсы. Қазір енді біз Zoom-мен бізге тікелей байланысқа шығып тұрған Ләззат Қожахметова ханымға да сұрақтарымызды қойсақ, отбасын қолдау орталығы мекемесінің басшысы Ләззат ханым, жалпы енді осы заң жобасында енгізілген, жаңа біздің студиядағы спикерлеріміз біраз өзгешеліктерге байланысты өз ой пікірлерін жеткізді. Жалпы енді мына отбасын қолдау орталығының басшысы ретінде осы отбасылық тәрбие, балалардың құқығын қорғау, жаңағы әйелдерге қатысты, олардың құқықтарын қорғау мәселелеріне қатысты, осы отбасын қолдау орталықтарының жұмысына да байланысты осы үйлестіру мәселелері осы заңда қамтылған екен, соған да тоқтала кетсеңіз. Иә, дұрыс айтасыз. Бұған дейін де мемлекет отбасын қолдау мәселесімен айналысты. Яғни Аманат партиясының Бақытты отбасы деген жобасы негізінде көпбалалы отбасыларға арналған орталықтар жұмыс істеді. Бұған дейін қазіргі таңда Қазақстанда 68 отбасын қолдау орталықтар бар. Дегенмен 600 мыңдай ғана көпбалалы отбасы болатын болса, соларға ғана көмек көрсету, қолдау ол тиімсіз екендігін дәлелдеп отыр. Яғни мүмкіндік шектеулі баласы бар отбасылар бар, қиын жағдайдағы отбасылар бар, кедейшілік шегіндегі отбасылар бар. Солардың барлығына бірдей мемлекет тарапынан қолдау көрсету үшін отбасын қолдау орталығы мемлекеттік мекемелер ашылып жатыр. Қазақстанда қазіргі таңда олар 10 шақты болып жатыр. Соның біреуі біздің Қарағанды облысында тұңғыш рет биыл ашылды. Енді осы неке және отбасы туралы заңға осы отбасы орталықтарының мәртебесі тұңғыш рет жазылып отыр. Себебі әр өңірде ашылған орталықтардың өзінің штат саны, алған мамандар саны, көрсетілетін қызметкерлері жүйеленбеген болды. Әртүрлі болды. Осы қабылданған заңнан кейін бұл орталықтардың барлығының жұмысы жүйеленеді, қандай жұмыстармен айналысу керек. Және ең бастысы біз осы қиын жағдайдағы жаңағы ажырасу алдындағы не болмаса зорлық зомбылық көрген отбасылар, сондай-ақ енді отбасы болайын деп жүрген жастармен де біз осы отбасын қолдау орталықтары жұмыс істейтін боламыз. Дегенмен бүгін кеше президент қол қойып жатыр ғой, бұл заңды мен уақытынан кеш қабылданып жатыр деп деп санаймын. Себебі біз суицид бойынша әлем бойынша бірінші орында тұрмыз. Қазір ажырасу өте көп және педофилия асқынып кетті. Сондықтан бұл заңды бұған дейін де 2 рет қабылдауға тырысқан болатын, бірақ белсенділер қарсы болды. Соның нәтижесінде қаншама салтанаттар өмірден өтіп жатыр. Яғни дер кезінде қабылданатын болса, қаншама адамның өмірін сақтап қалатын едік. Сол себепті дұрыс қабылданды және дұрыс президенттің қолдауының арқасында қабылданып отырған заң деп есептеймін. Енді біздің отбасын қолдау орталықтары қазір ажырасуға өтініш берген барлық отбасыларды психологиялық диагностикадан өткізуге жібереді біздің отбасын қолдау орталықтары. Сол отбасылармен сотқа дейінгі татуластыру, мәмілестіру мәселесімен айналысамыз. Яғни баланы кімде қалдыру керек, баланы кім, әкесі қай уақытта көреді, мүлікті қалай бөлуіміз керек, осы мәселелердің барлығын біз отбасын қолдау орталықтары айналысып жатырмыз, тырысып жатырмыз. Біздің Қарағанды қаласының өзінде күнде 30-40 отбасы бір қалада ажырасуға өтініш береді. Күн сайын. Соның ішінде 2 ғана өтінішін қайтып алады. Қалған отбасылар ажырасады. Жақсы. Рахмет пікіріңізге. Енді мен келесі сұрағымды прокуратура өкіліне қойын деп тұрмын. Осы жаңа заң бойынша әйелдер мен балалардың денсаулығына бірнеше рет ұрып соғу және зиян келтіру кезінде татуластыру қарастырылмаған деген бір норма бар екен. Осыған түсініктеме бере кетсеңіз. Иә, бұндайда енгізілген өзгеріске байланысты татуласу көзделмейтін болады. Себебі, егер енді тәжірибеде көзделгендей, егер де жәбірленуші арыз бергеннен кейін оған ұрып соғу жасаған, зиян келтірген адам бірге тұрған жұбайы, жақын туысқаны болуы мүмкін. Себебі татуласқаннан кейін ол тұлға жауапкершілікке тартылмайды. Ал енді енгізілген өзгерістерге қатысты бұндай татуласуға шек қойылған. Сотта тараптар бір-ақ рет қана татуласуға қарастырылған, екінші, үшінші мәрте қайтадан татуласпайды. Егер не істейтін болса, қайталанатын болса.
Бұл мәселеге байланысты айтар ойыңыз бар ма? Иә, осы мәселеге де бар, және де сәл басқаша адам бала құқықтарын қорғау деп жатсыз, әйел адам құқықтарын қорғау. Шын мәнінде тәжірибеде бұл басқаша жұмыс істейді. Мысалға бізде комитет бар, бала құқықтарын қорғау министрліктің несінде қарамағындағы. Сол министрлікке мысалы шағым жазған кезде комитетке, комитет тұрады да сол өңірдегі полицияға немесе прокуратураға отписка жасайды. Жұмысы осы ғана. Омбудсмендті мысалы тура солай бала құқықтарын қорғауға жазған кезде олар тұрады отписка жазады. Қай органға қайсысына жазбасаңыз, олар полиция мен прокуратураға тек қана отпискасын жасайды да, бар жұмысы осы ғана. Енді татуласуға байланысты, татуластыру сотқа бірінші жеткізудің өзі ол мәселе, үлкен мәселе. Себебі біз қазіргі таңда тек қана үлкен қалалардағыны айтып жатыр. Ал ауылды мекемелерді білесіз ба, қандай өте жаман заттар болып жатқан. Ол ауылдың ішіне шықпай да қалады. Сол жердегі мысалы участковыймен мысалы бәрі шешіледі де қалады. Немесе участковыйлардың күші жетпейді, себебі бір участковыйдың өзінде 5-6 ауыл болады, білесіз ба? Ол басқа ауылға пока барам дегенше, ол жерде бүкіл қылмыстың ізін уже жуып тындырып бітіріп тастайды мысалға. А бұл не деген сөз? Бұл жерде мысалы олар штаттарын көбейту керек. Одан кейін бізде мысалы өзгерістерді қарасаңыз, тек қана жазалау да, жазалау. А мысалға мысалы тұрмыстық зорлық зомбылықпен мысалға түскен азаматты мысалға ол ызаланып мысалы шықпау үшін 15-20 күннен кейін мысалға, оның психология қайдан да бір жұмыстар жүргізіле ме? Жүргізілмейді. Бізде тек қана сол жәбір көрген азаматшамен келісуге болмайды. Заңның мәтінін толық оқу керек. Жоқ, сіз мен айтып бітіре салайын. Бізде тек қана сіз мүлдем заңды оқымағансыз. Бүгінгі таңда қазіргі қолданыстағы әкімшілік бұзушылықта 20 тәулік қарастырылған, 10 тәулік қарастырылған. Жоқ, енді сіз мүлдем қате пайымайсыз. Либо сіз айтыңыз нақты заңдағы жазаны, либо айтпаңыз. Қате болса кейін менің сөзінен кейін айтасыз. Мен әлі сөйлеп бітірген жоқпын. Сізді кішкене күте тұрыңыздар. Сіздерге уақыт берілді ғой, айттыңыздар. Енді сіз жаңа айтып тұрған қате пайымдар және бұл мүлдем жансақ пікірлер бізді қазір қоғам көріп отыр. Сізге сөз беріледі. Құрметті жүргізуші мырза, бізде қоғам көріп отыр. Егер жаза айтылса, жазаның нақты заңда қабылданған нұсқасы айтылу керек. Әрине. Енді заңды бұрмалауға да жол бермеу керек, өйткені бұл заң уже қол қойылған заң. Сондықтан да бірінші онымен танысып алып, әрине енді пікірде айтқан дұрыс, бірақ объективті түрде. Енді және қасақана жеңіл зиян келтіру бұл жерде елу тәжірибеде қалай жұмыс істейді білмейді. Тәжірибе туралы айтып кетсем, осында комитеттің құзыретіне байланысты жаңсақ пікір айтылды. Жалпы министрліктің құрамындағы балалар құқықтары жөніндегі комитет ол балалардың республикадағы балалар құқықтарын қорғау саласындағы уәкілетті орган болып табылады. Оның негізгі функциясы балалардың қорғау саласындағы саясатты әзірлеу. Ал енді жаңағыдай фактілерге болатын болса, арыздар келіп түскен жағдайда міндетті түрде расымен де тиісті жауапты тұлғаларға жолданады және оның орындалу бақылауға алынады. Бақыламайсыздар сіздер. Жоқ, енді бұлар да дұрыс қой, заң жүзінде бұрындары ондай тәжірибеде бұл кісі болған жоқ. Бұған дейін бақылау функциясы болған жоқ қой. Бұған дейін тек қана хат жазу функциясы болды. Бұған дейін тіпті бала құқықтарының өңірлердегі уәкілінің функциялары нақтыланбаған еді. Осы заңның аясында мына опека, сонымен қатар бала құқықтарын қорғау жөніндегі департаменттердің қызметкерлерінің және өңірлердегі бала құқықтар жөніндегі уәкілдің нақты құзыреті, бақылау функциялары нақтыланды. Жаңа айтып жатыр, психологиялық көмек жоқ деп. Мен басында бұл кісі кешігіп келді, мен сол кезде басында негізгі новеллаларына тоқталғам. Қазіргі таңда бұл тек қана заң жазаны қатаңдатып қоймайды. Сонымен қатар психологиялық көмек, әлеуметтік көмек және құқықтық көмекті жүзеге асыратын отбасын қолдау орталықтарының нағыз функциясы заңдастырылып отыр. Бұған дейін қазір ол тек қана үлкен ірі облыс орталықтарында немесе мегаполистерде 68-ден астам кризистік орталықтар бар. Жоқ, изоляторда сіздер әңгіме жүргізесіздер, психологтар. Тек қана 17-сі ғана мемлекеттік коммуналдық мекеме ретінде тіркелген. Біздің заңның аясында дәл осындай мемлекеттік коммуналдық мекеме ретінде тіркелетін отбасын қолдау орталықтары 200-ден астам аудан орталықтарында ашылатын болады. Оларға бөлінетін қаражат. Олар енді мекеме сияқты жұмыс істейді ғой. Олардың мемлекеттік мекеме ретінде жұмыс жасайды. Жаңағы некеге тұрған балалар отбасылардан, сонымен қатар қиын жағдайға тап болған отбасылар, ажырасудың алдындағы отбасыларға міндетті түрде құқықтық, әлеуметтік және психологиялық көмек көрсетіледі. Бұл бір бағыт. Бұдан бөлек агрессорларға байланысты қылмыстық кодексқа 98 прим 3 жаңа бабы енгізіліп отыр. Бұл жалпы мына
негізі агрессорларға жаңа мінез құлықты белгілеу деп аталады. Бұл жерде егер сот қажет деп тапқан жағдайда агрессорларға психологиялық көмек көрсетілетін болады. Бүгінгі таңда 20 өңірде алғашқы көмек көрсету орталықтарында психологтарымыз білім алып жатыр, біліктілігін арттырып жатыр. Осындай агрессорларды психологиялық көмек көрсету үшін. Екінші бағыт бұл жерде егер сот қажет деп тапқан жағдайда агрессор жәбірленушіге 3 айдан 1 жылға дейін мүлдем қасына жақындамауға, үшінші тарап арқылы мүлдем байланысқа шықпауға және смартфондар арқылы іздестірмеуге байланысты тыйым салатын нормалар енгізіліп отыр. Яғни біз бұны не көрсеткіміз келеді? Я жазаны қатаңдатумен қатар біз қоғамдағы агрессорларды қоғамға қайтару мәселесінде үлкен ауқымды шараларға кәдімгідей осы заңмен қабылдап отырмыз. Сондықтан да бұл заңның менің ойымша қажеттілігі де, сұранысы да және қолдау табуы да осында деп ойлаймын. Неге бұл жерде проблема бар екен? Бір сұрақты прокуратура өкіліне және Аржан мырза сіз көтерген мәселеге байланысты сұрайын деп отырмын. Мына егер бұрын құқық қорғау органдарының отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылыққа реакциясы болмаған жағдайларда жиі тіркелсе, енді мұндай әрекеттер үшін олар тиісті жауапкершілікке тартылады деген норма бар екен. Прокуратура өкілі бұл осы нормаға тоқтала кетіңізші. Нақтылап кетесіз осы сұрағыңызды? Жауапкершілікке мысалға кейбір құқық қорғау мекемелері осындай шағым түскен жағдайда әртүрлі жаңағы отпискалар жасап басқа жаққа қарай бұрып жіберу сияқты оқиғалар болады, және оны тіркемейтін де жағдайлар болып жатады. Енді қазір қалай болатыны? Енді сол жауапкершілікке сол мекеме жауапкершілікке тартылады екен, жаңағы арнайы көзделген екен осы құқық қорғау мекемелері. Осыған байланысты. Жалпы бұндай зорлық-зомбылыққа байланысты істерге қатысты полиция дереу оқиға орнына баратын болады. Сонымен қатар шағым түскеннен кейін міндетті түрде. Мұның себебі жәбірленушінің мәлімдемесі, көршілердің, басқа куәгерлердің хабарламалары жаңағыдай немесе полиция тұрмыстық зорлық-зомбылық фактісін өз бетінше анықтай алады. Ол жаңағыдай учаскелік инспекторлар жаңағыдай бақылап жүргенде қорғау мекемелеріне қандай шаралар қолданылады? Біз сұрайын деп тұрғанымыз сол. Бұған байланысты мүмкін бұл жерде біз мына заңды жазған кезде әрине бүгінгі таңдағы олқылықтарға көп сараптама жасалды. Оның ішінде қазіргі таңда жаңа департаменттер құрылып жатыр. Сонымен қатар әйел полицейлердің пилоттық жобасы жүзеге асырылып жатыр. Егер пилоттық жоба шын мәнінде өзінің жақсы нәтижесін беретін болса, онда зорлық-зомбылық көріп келген әйелдер мен балаларға қызмет көрсететін жалпы әйел полицейлердің кәдімгі арнайы департаменті құрылатын болады. Бұдан бөлек жалпы полицейлердің құзыретінен жаңағыдай штаты көбейеді және бұл жерде енді мысалы аудандық деңгейде қарастырмаса, облыстық, республикалық деңгейде олар бірінің үстінен бірі бақылау енгізу арқылы осы жерде шешім қабылдай алады. Енді бұл жерде мемлекеттік бақылау үлкен өзгеріске ұшырады. Мысалы бала құқықтары жөніндегі жаңа уәкіл туралы айтылып жатыр, немесе комитет туралы айтылып жатыр ғой. Бізде білім бөлімдерінде опека ұйымдары бар. Солардың да бақылауы, солардың да функцияны дұрыс жұмыс жасауына байланысты мемлекеттік бақылау құзыреттіліктері кеңейтілгендігін атап өткіміз келеді. Бүгінгі таңда олқы мәселелердің бәрі сарапталып қарастырды. Біз мысалы Ұлытауда болған патронатпен баланы алып, кейін құлдықта ұстады деген ақпаратты білеміз ғой. Оған бала құқықтары жөніндегі уәкіл араласпайынша мысалы жергілікті атқарушы опекалар сонда былай тапты, бірақ оны шын функциясында болмады. Яғни олар табады, көреді, бақылайды, бірақ он жерде шешім қабылдап жауапкершілікті қарастырған кезде бір-біріне сілтейтін болды. Сондықтан да бұл жердегі функционал нақты анықталып отыр. Сонда оларға қандай жауапкершіліктер көзделген? Енді бұл жерде қылмыстық кодекстің аясында және әкімшілік құқық бұзушылық кодекстің аясында қарастырылып отыр. Бірінші кезекте әрине бірінші жаңа штрафтан, айыппұлдан басталады. Сонымен қатар өзінің қоғамдық жұмыстарға тарту және шектеу, бас бостандығын шектеу мәселелерінің барлығы қарастырылған. Ол жерде тек қана полицейлер емес, мысалы опекаға байланысты, бала құқықтары жөніндегі комитет пен департаментке байланысты, білім бөлімінің басқармалары мен білім бөліміне байланысты. Сондықтан да ол жерде кең ауқымда екендігін атап өткім келеді. Жақсы. Онда шынымен де бұл заң жобасының ішінде жаңа Аржан мырза атап өткен кейбір түйткілдерге де байланысты, енді ол бұрын соңды болған кемшіліктер болса, қазір осы заңда соны түзеу жолдары жан-жақты қарастырылып отырғанын енді атап өтуіміз керек. Енді қадірменді спикерлер осы хабарымызға қатысып осы өзекті тақырыпқа байланысты өз ой-пікірлеріңізді білдіргендеріңіз үшін сіздерге барша көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Осымен қадірменді ағайын, біз бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Тікелей эфирде тізгіндеген Еркін Байғабұлы әрдайым ойымызды
еркін және ашық айта білейік. Сау болыңыздар.